Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің 20 жылдығы мен экспо аясында өткізілген акцияға 1000 адам қатысты. Мектеп оқушылары, студенттер, мемлекеттік қызметкерлер мен медицина қызметкерлерін жинаған фестиваль Қонаев даңғылының бойынан басталған болатын. Әл-Фараби алаңына дейін жаяу келген қатысушылардың акциясы облыс әкімі Жансейіт Түймебаев қатысуымен жалғасын тапты. Сіздерге бүгінгі мынау денсаулық фестивалі құтты болсын деп. Бірақ денсаулық фестивалін бір күнде тойлап, одан кейін денсаулықпен айналысуды тастап кетуге болмайды. Солай ғой? Мәселе сонда, бүгінгі мына жиналудың негізгі себебі. Өйткені, құрметті жерлестер, елбасымыз қазақ халқының денсаулығына, Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығына үлкен мән береді. Осы жылы өңір спортшыларының жеткен жетістігін тілге тиек еткен облыс басшысы жиын барысында бокстан әлем чемпиондарын марапаттады. Ел қоржынына түскен жалғыз алтыны есіне Жансейіт Қансейітұлы 4 миллион берсе, қоланы қанжығалаған Жомарт Ержанға 1 миллион теңге табысталды. Сондай-ақ қостарланды баптаған бапкерлерде назардан тыс қалмады. Қайрат Ералиевтің жаттықтырушысы Мырзағали Айтжанов 4 миллион, Нұркен Андасов 1 миллион теңгеге ие болды. Денсаулық фестивалі ашылуын шын жүректен құттықтаймын. Және де облысымыз басшысына үлкен алғысымды білдіремін. Ақшаны неге беремін? Анама, әкеме, ендігі жыл Азия ойындары өтеді. Сол Азия ойындарына түсіп, еліміздің үмітін ақтау. Шымкент қаласының тұрғындарын жинаған акция соңы концерттік шараға ұласып, келушілер тегін медициналық қызметке ие болды. Назерке Көбасова, Талғат Қырғызалиев, ТВК телеарнасы.